Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай ободок дайындаймыз. Мектептегі қыздардың, кішкентай қыздарға өте ыңғайлы ободок. Бастарында нұқ тұрады. Бізге керек заттар: материал, ободок, қайшы, лента, пистолет клей, метр керек. Ободогымызды өлшемін өлшеп аламыз. Неше сантиметр екенін. Отты 7 сантиметр ұзындығынан. Көлденеңінен 3 сантиметр. Отты 7-ні 3-ке көбейтсек, сонда 111 сантиметр. 111 сантиметр қалдырып аласыздар, көлденеңін 9 сантиметр қалдырып аласыздар. Ұзынынан тігіп шығасыздар машинамен, или қолмен тіксеңіздер де болады. Материалымызды тез аударып, ободогымызға кигіземіз. Ободогымызды кигізгенде екі жағына, бір жағынан бастаймыз, клей жағып отырамыз. Материал тұратындай ободок. Екінші жағынан қайталап осылай жасап шығамыз. Материалымыз оны қозғалып кетпейді, өз формасында ұстап тұрады. Лентамызды жабыстырамыз. Үстінен кішкене болсын орын қалдырамыз. Әдемі болу үшін лента. 2-3 рет айналдырамыз. Клей жағып отырамыз ортасына. Қиып аламыз. Екінші жағын қайталаймыз. Клейді көп жақпаңыздар. Шығып кетеді клейі. Шығып тұрған жіптерін сіріңкенің көмегімен күйдіріп аламыз. Ободогымыз дайын болып қалды. Көргендеріңізге рахмет. Видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.